Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен бисквитті шоколадный торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте тәмді және алда жаңа жыл мерекесіне орай тез дайын болатын қарапайым заттардан жасалынатын торттардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк баса кетсеңіздер. Әуелі ыдысымызға 4 жұмыртқамызды және қантымызды салып, қантымыз ерігенше екеуі ақ көбік болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Енді бөлек ыдысқа какао мен ыстық суымызды араластырып, сұйық массамызды құямыз. Арасында түйіршіктер болмауы керек. Араластырып, жақсылап үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді ұнымызға қопсытқышты салып, еліктен өткізіп, сұйық массамызға бөліп салатын боламыз. Дайын болған массамызды формамызға құямыз. Менде форманың диаметрі 22. Енді алдын ала қыздырылған пешімізге бисквитімізді пісіріп алатын боламыз. Бисквиттің арасының піскенін шидің көмегімен білетін боламыз. Бисквитімізді екіге бөліп аламыз. Арасы өте керемет болып шығады. Мен арасына сары май мен қойылтылған сүттен крем жасадым. Бұл кремді кез келген торттарға қолдансаңыздар болады. Сары май мен қойылтылған сүтті екеуін өз формасын ұстағанша жақсылап миксерлеп аламыз. Енді дайын болған кремімізді бисквиттің арасына жағып шығамыз. Мен бисквитімді жинадым, арасына крем жағып, енді ары қарай бетіне шоколадты ганнаш жасап, жан-жағына шоколадтарды ұсақтап жабыстырып шықтым. Бұл бисквит өте оңай, әрі жасалуы өте қарапайым. Жасап көрсеңіздер болады, және де өте керемет болып шығады. Менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.